Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Python жайында сөйлейтін боламын. Ең алдымен біз есепті қарап алайық. Есепте былай жазылған: біз қандай да бір сан енгізген кезде сол санның факториалын есептейтін формула жазуымыз керек. Ең алдымен біз қандай да бір сан енгіземіз. Мысалға 5 енгіземіз. 5 енгізген кезде біз бұл есепті циклмен шығарамыз. For I in range бізде цикл бірден басталады, және де n біз енгізген сан, және де оған бірді қосқанда аяқталады. Яғни бізде for циклы ең соңғы санға келген кезде тоқтап қалатындықтан біз бірді қосу деп аламыз. Сол арқылы біз 5 деген санды толық алатын боламыз. Ал енді бірінші циклға келетін болсақ, ең алдымен бірінші циклда бізде s бірге тең болады. Яғни қандай да кез келген бір санды бірге көбейткен кезде ол санның өзі шығатын болғандықтан біз s-ті ең алдымен бірге тең деп алдық. Ал одан кейін оны біз i-ға көбейтіп отырамыз. Ең алғашқы бірінші циклда бізде s-тен бірге тең болады. Яғни біздің s-іміз тең. Яғни біз берген бастапқы s бірге тең болғандықтан бір, және де оны көбейтеміз. Біздің циклда ең алғашқы сан да бір болады. Сондықтан біздің s-тің мәні өзгермей бір болып қалады. Ал келесі циклда s өзгеретін болады. Яғни бізде s тең біздегі s бірінші циклдан алынатын болады. Яғни бір көбейтілген. Ал енді бұл жолы бізде i, s-тің жанындағы i ол енді бірге емес, ол енді 2-ге тең. Яғни көбейтеміз 2-ге. Енді s енді бізде бұл жолы 2-ге тең. Ал енді үшінші циклда бізде s тең, яғни s бізде 2-ге тең болды ғой. Ең соңғы циклда сол 2 мәнін қабылдайды, және де бізде i саны ол 3-ге тең болады. Сонда енді бізде үшінші циклдан кейін s 6-ға тең. Ал енді төртінші циклды қабылдай аламыз. S тең 6 көбейтілген, және де i бізде ең соңғы рет 3 болды. Енді тағы мұндағы бір қосылып, сонымен 4 болады. Сонда i енді бізде енді 24-ге тең. Ал енді соңғы 5-ші циклда бізде s 24-ге тең, және де i соңғы рет 4-ге тең болған еді, енді 5-ге тең. Және де 5-ші циклда бізде 120 мәні шығатын болады, және де осы жерден цикл тоқтайтын болады. Оның себебі біздегі циклда берілген 5 саны енді 6-ға тең болды, және де бұл ең соңғы қадам болғандықтан тоқтайды, және де бізде парент арқылы s-ті басып шығарады, яғни 120 санын басып шығаратын болады.